Сен өміріңді қалай өткізіп жүрсің? Әр күніңді шынымен бағалап жүрсің бе? Әлде тек уақыт өткізіп жүрсің бе? Стив Джобс айтқан: егер әр күніңді өміріңдегі соңғы күндей өткізсең, бір күні сен қателеспейсің. Бүгінде орташа адам өмірінің шамамен 25 жылын ұйқыға, 10 жылын жұмысқа, 9 жылын экранға қарап өткізеді. Яғни бізге шын мәнінде өз арманымызға арнауға небәрі бірнеше жыл қалады. Бірақ сол аз уақытты қалай қолдансаң, соған байланысты сенің тағдырың жазылады. Уақыт сенің ең қымбат капиталың. Армандау оңай. Бәрінің арманы бар. Бірақ жетістікке жеткендер қадам жасағандар. Дүние жүзіндегі стартаптардың 90% алғашқы 5 жылда жабылып қалады. Бірақ қалған 10% шыдамдылық танытып тәуекелге барғандар. Олардың айырмашылығы тоқтамағаны. Демек, әрекет етпеген арман бос қиял ғана. Әр күн жаңа бет. Кітапты қалай жазасың, солай оқылады. Өміріңнің кітабын сенен басқа ешкім жазбайды. Көп адамдар уақытым бар, ертеңде үлгеремін деп ойлайды. Бірақ уақыт ешқашан қайтып келмейді. Әр сағат сенің болашағыңа салынған кірпіш. Өмірде қиындық болмай қоймайды. Бірақ қиындық сені тоқтату үшін келе ме? Әлде сені өз жолыңнан тайдыру үшін келе ме? Қиындық сені шыңдау үшін келеді. Әр құлағаның сені күштірек етеді. Әр сәтсіздігің саған сабақ. Нағыз батыл адам ешқашан құламайтын емес, құлаған сайын қайта тұратын адам. Майкл Джордан: мен мыңдаған рет сәтсіз соққы жасадым. Сол үшін ғана мен жеңдім деп еді. Ол тарихтағы ең үздік баскетболшы. Бірақ оның сәтсіздіктері жетістігінен әлде қайда көп болған. Дәл сол сияқты Томас Эдисон шамды ойлап таппас бұрын 1000 рет қателесті. Ол: мен 1000 рет сәтсіздікке ұшыраған жоқпын, мен жарық бермейтін 1000 әдісті таптым деді. Бұл шыдамның күші. Нағыз мықтылық ешқашан құламау емес, құлаған сайын қайта тұру. Алтын отта шынығады, көмір қысымда гауһарға айналады. Сен де дәл солай сынақ арқылы шыңдала аласың. Сенің өмірің, сенің таңдауың. Уақыт кетіп барады. Әрбір күн сенің қолыңдағы мүмкіндік. Ертең басқаша істер едім деп өкінбеу үшін бүгін баста. Сен тоқтайсың ба, әлде жалғастырасың ба? Осы сұраққа сенің жауабың бүкіл тағдырыңды анықтайды.